Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Мамин Мырзаға арналады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, Қазақстан Республикасының Конституциясында адамның өмір сүруі менен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғау мемлекеттің мақсаты болып табылатыны бекітілген. 31-ші бап. Осы мақсатқа қол жеткізу елдің орнықты дамуының экологиялық негізі. Қазақстанда көрікті жер көп. Арқадан Атырауға, Алатаудан Ақтауға, Аралдан Алтайға дейін кең жазира жеріміз бар. Жер шоқтығы атанған келісті Көкшетауымыз бар, Ұлытауымыз бар, Қазыналы Қаратау, Айбарлы Алатау, басына бұлт қонған Мұзтау, жер жәннаты Жетісу толып жатыр. Бурабайдың бір өзі Швейцариядан нескем. Осы Бурабайдың жалпы ұлттық курорт атанғанына биыл 100 жыл толады. 100 жылдық тарихында талай құрылымдық өзгерістер болды. 2000 жылы Қазақстан үкіметі өз қаулысымен Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі деген мемлекеттік мекеме құрды. Қазір Бурабай Қазақстан президенті іс басқармасының қарауына қарайды. Ұлттық парктың жалпы жер көлемі 129,299 гектар. Бұл ерекше қорғауға жататын табиғи аймақ. Ал осы Бурабайға барғанда біз не көреміз? Қаптаған қоқыс, шашылған заттар, пластикалық бөтелке, умаждалған пакет, көлдің суы лас. Қандай керемет демалыс аймағы, бірақ қадірін неге білмейміз? Мемлекеттік ұлттық табиғи парктың тазалыққа жауапты тиісті бөлімдері мен құрылымдары да бар. Бірақ мусордан аяқ алып жүре алмайтын жағдайға жеттік. Бурабайда демалушылар тастаған тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстар туралы әлеуметтік желіде таралған бейне ролик соның дәлелі. Бұл қалай? Жалпы тек қана Бурабай емес, Қазақстанның кез келген өңіріне барсаңыз, не көп, қоқыс көп. Тастайтын да өзіміз, ластайтын да өзіміз. Бұл неден? Туған табиғатымызды аялап күте алмайтындай басымызға не күн туды? Соншама ластайтындай, соншама қорлайтындай осы туған жеріміздің не жазығы бар деген сұрақ туады. Жер біздікі, ел біздікі. Қазақстанға шетелден алғаш оралған бір отандас ақсақалымыз ұшақтан түсе салып, ана қара жерді сүйген сәті естеріңізде бар ма? Туған жерге деген осындай іңкәрлік қазір неге жоқ бізде? Жапонияда мына дені сау, ұлтын сүйетін, ұлттық құндылықтарын қадірлейтін, мемлекетін қастерлейтін қоғам өкілін тәрбиелеп шығаруға бала жастан мән береді екен. Табиғатты жаны сүйетін азамат етіп тәрбиелеу ең басты мақсат екен. Қазақ халқы осы мемлекеттің иесі ғой. Біз бәріне жауапты ұлтпыз. Ұлттық санамызды өзгертейік. Табиғатты таза ұстау үшін жанымызды таза ұстайық. Жаппай тазалық мәдениетін қалыптастырайық. Даламыз да, қаламыз да таза болсын. Көрнекті ақын Жұмекен Нәжімеденовтің бір өлеңі бар. О туған жер шүкірсің, топырағыңа киелі, бір есуас түкірсе, ол бетіме тиеді. Біз есуас ел емеспіз ғой. Туған жерімізді анамыздай ардақтау өзімізге байланысты емес пе? Ұлттық намысымыз қайда? Қазақтың атына да, затына да кір келтірмеу жағын неге ойламаймыз? Жер бетінде көлемі жағынан 9-шы орындалатын кең байтақ Қазақстанды бабаларымыз аттың үстінде жүріп қорғап бізге тастап кетті. Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен аман өткен елміз. Ел болуға ұлтырақтай жер таппай жүрген қаншама жұрт бар әлемде. Біз бардың қадірін неге білмейміз? Қоқыс төгіп қалдық тастап кеткен жерде ата-бабамыздың сүйегі жатса не істер едік? Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, қолданыстағы заңнамаларда жеке тұлғалар мен заңды ұйымдардың қоршаған ортаға қатысты құқықтары мен міндеттері белгіленген, мемлекеттік экологиялық бақылау тетіктері де қарастырылған. Бірақ қазіргі қалыптасып отырған жағдай мұның бәрінің тиімділігі төмен екенін көрсетеді. Халықаралық тұрғыда Канаданың тәжірибесін басшылыққа алу керек. Мен осы жерде енді мына сауалымызда бар, барлығын оқып жатпайын. Ең бастысы бұл елде экологиялық стандарт өте қатаң сақтайды. Ірі компанияларда мына экологиялық дағды кодексі деген енгізілген. Соның арқасында бұл елде жасыл жоспар атты ұлттық бағдарлама қабылданған. Олар керемет табиғат байлығын келешек ұрпақ еншісіне қалдырудың барлық амалдарын қарастырған. Бізге де солай жасау керек шығар. Құрметті премьер-министр, біз көтеріп отырған мәселе әлеуметтік, экономикалық, рухани, мәдени, білім мен тәрбиені қамтиды. Тазалық мәселесін ұлттық құндылықтар қатарына шығару керек.
мемлекеттік тұрғыдан шұғыл түрде тазалықты сақтау, бақылау, реттеу тетіктерін жетілдіру қажеттігі білініп отыр. Сізден осы мәселені қарап, үкіметтің тиісті құрылымдары арқылы өз құзыреттері шеңберінде іс-шаралар кешенін жедел қабылдауды сұраймыз. Сондықтан қоршаған ортаға қатысты мемлекеттік саясаттың толық іске асырылуын қамтамасыз ету туралы орталық және жергілікті атқару органдарына арнайы тапсырма берсеңіз деген ұсынысымыз бар. Әрине, бәрін мемлекетке, үкіметке артып қою аздық етеді ғой. Елдің белсенді деген, сауатты, саналы азаматтарына, зиялы ақсақалдарға, жер-жердегі батакөй ақсақалдарымызға, сосын өсіп келе жатқан жас ұрпаққа да көп нәрсе тікелей байланысты. Туған жерімізді таза ұстау туралы Қазақстан үкіметі егер арнайы шара қабылдаса, біз соны қолдасақ дейміз. Тек қана демалыс аймақтарында емес, жалпы тұтас республика бойынша туған жерді таза ұстау деген жалпы ұлттық акцияны ұйымдастыруымыз керек. Бұл тұрақты түрде жүретін шара болу қажет. Науқан болып қалып қоймау керек. Ай сайын қажет болатын болса, апта сайын таза ұстайықшы отырған елімізді, жерімізді. Мұндай акцияны барлық Қазақстанның азаматы қолдайды деп сенеміз. Сондықтан Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес сізден жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруді сұраймыз. Құрметпен депутаттар Жүсіп, Бақтиярұлы, Бектұрғанов, Ершов, Еңсегенов, Қаппарова, Нөкетаева, Төреғалиев. Рахмет.